Сәлеметсіздер ме, құрметті балалар және оның ата-аналары. Бүгін біздер менің сүйікті ертегілерім атты айдарын бастаймыз. Бүгінгі оқитын ертегіміз кім күшті? Ерте, ертекен, ешкі жүні бөртекен, қырғауылы қызыл екен, құйрық жүні ұзын екен. Қырғауылы қырқылдап, жылтыр мұзға сыртылдап, алшая келіп қоныпты, шаты айрылып қалыпты. Қисая жатып қырғауыл, сонда мұздан сұрапты. Мұз, сен неден күшті болдың? Мен күшті болсам, бауырымды жаңбырға тестірмес едім. Жаңбыр, сен неден күшті болдың? Мен күшті болсам, жетке жұтқызар ме едім? Жер, сен неден күшті болдың? Мен күшті болсам, көк шөпке бауырымды жарғызбас едім. Көк шөп, сен неден күшті болдың? Мен күшті болсам, көк тоқты мойнымнан жұлқымас еді. Көк тоқты, сен неде күшті болдың? Мен күшті болсам, көк шынық қасқырға құйрығымды жұлқытпас едім. Қасқыр, сен неден күшті болдың? Мен күшті болсам, көк мылтыққа құйрығымды ойдырмас едім. Көк мылтық, сен неден күшті болдың? Мен күшті болсам, қоңыр шолақ тышқанға білтемді қидырмас едім. Тышқан, сен неден күшті болдың? Мен күшті болсам, құмырсқаға інімді алдырмас едім. Құмырсқа, сен неден күшті болдың? 6 батпан ауырдар қалапқан күштімін. 7 батпан ауырды желкелеген күштімін деген екен құмырсқа.